Шаршап талдыққан Фархатқа наубайханашы нан беріпті. Әлқиса сол жылы шаһарға қыз ерте түсіпті. Ішерге киімі, киерге киімі, ішерге асы жоқ Фархатқа бұл тіптен қиынға соғыпты. Сол қалада өзі сондай өте саған падишах өмір сүрді. Падишах жауған қарға қарап тұрып өз сарайының терезесінен халыққа бір ермекке айла ойлап тауыпты. Сөйтіп өзінің уәзірін шақырып алып, былай деп жарлық беріпті. Мен ойланбай келем, негізінде ішім пысты. Осындай бір ойға келдім. Егер де осындай қалаған аязда менің хан сарайының шатырында қандай менмін деген жау жүрек азамат жалаңаш сондай аязда таң атқанға дейін өлмей тірі қалып күтіп беретін болса, мен сондай ер азаматқа өзімнің айдай сұлу қызыммен жартылайлығымды беремін. Бұны естіген халық барлығы байдың қызынан үміткерлігіне талпыныпты. Сол қалада жаурап жатқан жүрген Фархат та естіп, өзінің бағын сынағанға хан сарайына бет алды. Тыңдаңыздар. Ақылдылардың ішіндегі данышпаны, құрметтілердің ішіндегі мәртебелісі, адал жандардың ең әділі, біздің падишамыздың жарлығына құлақ салыңыздар. Кім-де-кім бүгінгі аязды күні киімсіз қаңғып, патша сарайының шаңырағында отыратын болса, айдай сұлу қызын қосып, жарты байлығын қоса береді. Бұл жарлықты естіген Фархат хан сарайына қарай бет алыпты. Фархатқа сол базар маңындағы байлар, саудагерлер қарқылдап күліп мазақ қылды. Ай, әкеңді, сен мына күніңмен қыздан дәмелісің ба? Сөйтіп Фархат падишахқа хан сарайына келіпті. Сіздің жарлығыңызды естіп келіп тұрмын. Менде бағынышқа келіп. Аяздан қорықпайтын батыр сен. Кәне көрейік сененді. Мүмкін соған бар шығар. Айда ғой. Менің арманым бүгінгі бағынышқа мақай жүру. Бірақ бізбен бірге ана-ана алып кетсемеймін, әне. Андағы тасты ғой. Я сұрақ Мүмкін сол тасты алып жылынасың. Ала ғой. Алып кетіңіз. Хан Фархатқа өзімен бірге қаратасты алып кетуге рұқсатын берді. Ханның уәзірлері Фархатты жетектеп ханның шатырына алып шығады. Шеш үстіңді әкелді.
Ағымдағы бұлжытпай орындаған Фархат шешімі жалаңаш күйге шатырдың үстінде түнеуге бел буып отыр. Жаурап жасынаған Фархат не істерін білмей әргерге түседі. Ойына бір нәрсе сап етеді. Ол өзіне бірге алып келген қара тасты ары аунатып, бері аунатып, денесін жылыта бастайды. Ал сарайда қалған падишах пен оның уәзірі Фархат не істеп жатыр екен деп өзара әңгімеге дүкен құрады. Ей, сен мына адамыңызды қалай шығарған болдың? Мүмкін саған біреу көмектесті ме? Қарауылдар қайда қарап жүр? Қане жауап қай? Қане, маған айдың нұры көмектесті. Айдың нұрымен жылындырған қане. Сені жылытқан айдың нұры екен ғой. Жауап қане уәзірі? Уәдесінде тұрмаған хан Фархатты сарайдан қуып жібереді. Аш-жалаңаш, киімсіз қалған Фархат қайда барарын білмей базар алаңындағы ауылдағы әр үйдің есігін қағып өзіне нан сұрайды. Бірақ ешкім оған тамақ бермейді. Барлығы Фархатты қуып жібереді. Сөйтіп келе жатқан Фархат бір мезгіл болды. Әмірімізге құлдық. Сондай сіздерге палау бергім келіп тұр енді. Дәмін сондай Ақшасын сұрамайсыңдар ма? Адамның аш келіп Жарайды. Қасығы жоқ па енді? Қасыға бар қазір. Бәрін Фархаттың